Жаратылыстану сабағы. Сабағымыздың тақырыбы: күн сәулесі жерге қалай түседі? Сабағымыздың мақсаты: жер беті қалай қыздырылатынын білесің. Күн сәулесінің жер бетіне қалай түсетінін түсінесің. Балалар, күн галактикадағы жарық шығаратын ірі жұлдыз. Оның сәулесі күн жүйесіндегі барлық ғаламшарларға жетеді. Ол жылу мен жарықтың көзі. Ғаламшарымыздың осы жүйеде күнді айналуына байланысты жер бетіне күн сәулесі әркелкі түседі. Жер беті біркелкі қызбайды. Ол күн сәулесінің түсу бұрышына байланысты. Егер күн сәулесі тік түсетін болса, ол аз ауданды қамтиды, дегенмен қатты жылытады. Мысалы, жазда күн көкжиектен өте жоғары көтеріледі, сәйкесінше сәуле тік түседі, жер қатты қызады. Қыста күн көкжиектен онша биікке көтерілмейді, сәуле көлбеу түседі, бірақ көбірек ауданды қамтиды, бірақ жерді аз жылытады. Көкжиек сызығы жер мен аспанның шекарасын көрсететін сызық. Біз күнде таңертең күннің шығыста көкжиектен көтеріліп, кешке қарай батыста көкжиектің астына баратынын бақылаймыз. Бұл мезгілдерді күннің шығуы мен күннің батуы дейміз. Осы екі мезгілдің арасы күннің ұзақтығын құрайды. Балалар, мына суретте біз әр мезгілдегі күннің шығуы мен батуы схемасын көріп отырмыз, сызбасын. Яғни қараңдар, 22 желтоқсанда күн бізге қиғашынан түсу бұрышы 90 градустан төмен болып тұр. Сондықтан да ол кезде бізде күн суық болады екен. Күннің түсуі жерді аз жылытады. Енді 21 наурыз бен 23 қыркүйектегі күннің түсуін қараңдар. Кішкене күннің көкжиекке қарай көтеріле түскен. Ал енді 22 маусымда күннің көзі жоғарыдан түсіп тұр. Сондықтан да бізде күн тік түседі екен де, жеріміз жақсы ысиды екен. Тәулік 24 сағатқа тең. Осы уақыт ішінде жер өз осінен толық бір айналып шығатын білесің. Жер өз орбитасымен күнді де айналып қозғалады. Бұл күн мен түннің ұзақтығына әсер етеді. Күн мен түннің ұзақтығы жыл бойы үнемі 12 сағаттан болмайды. Қыста күн қысқа, түн ұзақ болады. Ал жазда күн ұзақ, түн қысқа болады. Бұл жердің осінің орбитаға көлбеу орналасуымен түсіндіріледі. Енді балалар, оқулығымыздың 65-ші бетіндегі кестені ашып зерттейік. Бұл жерде солтүстік және оңтүстік жартышарларда күннің ұзақтығы қалай өзгереді? Яғни бізге солтүстік жартышарда орналасқан Нұр-Сұлтан қаласы менен оңтүстік жартышарда орналасқан Сидней қалаларындағы күннің ұзақтығını берілген. Нұр-Сұлтанда 1 ақпан күні қарап отырсаңдар, күннің шығуы таңғы 8:52. Ал күннің батуы 18:05 минутта екен. Күннің ұзақтығы 9 сағат 13 минут. Яғни ақпанда бізде қыс болып тұрғанмен, бұл кезде Сиднейде жаз болып тұрады екен. Тура сол 1 ақпан күні Сиднейде таңғы сағат 6:16-да күн шығып, кешкі сағат 20:01-де күн батады екен. Күннің ұзақтығы бұл жерде жаз болғандықтан күн ұзақ, 13 сағат 45 минутқа созылады екен күннің ұзақтығы. Енді 2 ақпанға қарасаңдар, күннің Нұр-Сұлтанда
күннің ұзақтығы күннен күнге ұзара бастайды екен. Ал керісінше Сиднейде күн қысқара бастайды ұзақтығы. Яғни 1 ақпанда Нұр-Сұлтанда 9 сағат 13 минут болса күннің ұзақтығы, 2 ақпанда 9 сағат 16 минут, 3 ақпанда 9 сағат 19 минут, сөйтіп 3-4 минуттан қосылып отырады екен. Ал Сиднейде керісінше 1 ақпан күні күннің ұзақтығы 13 сағат 45 минут болса, 2 ақпан күні 13 сағат 43 минут. Сиднейде 2 минуттан қысқарып отырады екен күн. Ойлан, жердің осі өз орбитасына тік орналасса, бұл жыл мезгілдерінің ауысуына қалай әсер етеді? Балалар, біз міне суретте көріп тұрмыз. Жердің осі орбитада көлбеу, яғни көлбеу қисығынан тұр. Ал егер сол тік орналасса не болар еді? Егер білік тік болса, бір жерде үнемі суық, бір жерде үнемі жылы болатын еді. Және жыл мезгілдері ауыспайтын еді. Тапсырма. Жұмыс дәптеріміздің 54-55 бетін ашып, 51 жұмыс парағы күн сәулесі жерге қалай түседі? 52 жұмыс парағы жер өсінің көлбеулігі тапсырмаларын орындаймыз. Жақсы балалар, бүгінгі сабақта не үйрендің? Не қиын болды? Өз білімімізді көрсете білейік.